бір жұмыртқадан шығатын осындай нәзік әрі жұмсақ кекстер дайындайтын боламыз. Сіздер де жасап көріңіздер, өте нәзік болып шығады. Ол үшін бізге қажетті бір жұмыртқа, 170 грамм қант, 220 грамм сүтімізді құйып, жақсылап ағарғанша және көпіргенше миксерлеп аламыз. Жоғарғы жылдамдықта миксерлейміз және үстінен 150 грамм сұйық майымызды құйып, тағы да бір миксерлеп аламыз. 270 грамм ұнымызға 25 грамм қопсытқышымызды қосып, жақсылап біркелкі масса болғанға дейін араластырамыз. Миксерді жоғарғы жылдамдықпен араластыратын боламыз. Мінекей дайын болған массаларымызды дәл осылай видеодағыдай тексеріп аламыз. Созылмалы қою масса болып шығу қажет. Дайын болған тестамызды арнайы кекіс құятын немесе үлкен кекстерімізді салатын ыдыстарымыз болса, массаларымызды салып пісіріп аламыз. Кекіс салатындарымызды майлаудың қажеті жоқ, және де печкамызды 180 градусқа 20 минутқа пісіріп аламыз. Әркімнің өз печкасына байланысты пісіретін боламыз. Дәл осындай мешокпен құйсаңыздар да болады, немесе қасықпенен құйсаңыздар да болады. Мінекей дәл осылай видеодағыдай қасықпен құйып алсаңыздар да болады. Менің каналыма жазыла кетіңіздер, бұдан да басқа рецепттер шығатын болады. Қазақ аудиториямызды қолдап кетейік, және де лайк басып кетіңіздер. Өте дәмді, жұмсақ кекстер шығатын болады. Сіздер де жасап көріңіздер. Мінекей дәл осылай салып аламыз. 180 градуста 20 минут пісіріп аламыз. Міне ыстық күйінде жай ғана астын көтерсеңіздер, дәл осылай оңай алынатын болады кекстеріміз. Ас болсын.